Сәлем қыздар, бүгін біз өте оңай жасалатын слоеный тестадан жасалатын самсаның рецептісін бөлісетін боламын. Түйілуі де өте ерекше. Егер де ұнаса, пікірлеріңізді қалдырып, лайктарыңызды басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ұнға маргарин, тұз, разрыхительді салып, барлығын бір келке етіп араластырамыз. Олардың грамдарын описание бөлімінде жазып қойдым. Сол жерден қарап, жасап көріңіздер. Барлығын ұнтақтап алғаннан кейін айран қосамыз. Айранның орнына сметана қоссаңыз да болады. Егер де сметана жоқ болса, онда айранды қосып, жақсылап араластырып, қамыр елеп шығамыз. Қамырымызды кішкене бір жарты сағатқа немесе 15-20 минутқа тоңазытқышқа салып қойғанымыз дұрыс. Өйткені жайған кезде қамырымыз кішкене қаттырақ болғаны дұрыс. Сол кезде әдемі болып пісіп шығады. Қамырды қатты илеп қажет емес, барлығын біріктірсе жеткілікті. Осылай салфан пакетке салып, тоңазытқышқа салып қоясыз. Оған дейін начинкасын дайындаймыз. Мен осындай пияз, картоп және де болгарский ет салып, оған бұрыш, тұз, дәміне қарай укроп салып, бір келке етіп араластырып шықтым. Начинкасын негізі өз қалауыңызша жасасаңыз болады. Кішкене майлы болу үшін мен растительный масланы 1 столовыйда қосып шықтым. Егер де сіз фаршпен жасайтын болсаңыз, онда май құю қажет емес. Тауықтың етін майдалап турап салсаңыз да болады. Немесе картошканы пюре қылып жасасаңыз да болады. Оны өз қалауыңызша, өз таңдауыңызбен жасай бересіз. Қамырды бірнеше бөліктерге бөліп шығамыз. Және де оларды майда-майда зуалаларға бөліп шығу керек. Менің осы тестамнан где-то 25-27 дана самса шықты. Қамырдың бір шетін осылай пышақпен кесіп аламыз. Начинканы бір шетінен салып, оны видеодағыдай түйіп шығамыз. Кішкене түйілуі қиындау болуы мүмкін. Мынандай ішіндегі начинкалары түсіп кетеді. Ол ешнәрсе қылмайды. Осылай арасына салып жіберіп, гүл тәріздес қылып түйеміз. Негізі бұл самсаны өзбектерде лола самса дейді екен, яғни қызғалтақ самса. Енді қызғалтақ самса деп айтсақ та болады, өйткені піскен кезде кәдімгі енді ашылайын деп тұрған қызғалтақ сияқты болып шығады. Мына осылай түбін жақсылап бекітіп шығамыз. Формасын қызғалтаққа ұқсатып формаға келтіріп аламыз. Сіздерге түсінікті болу үшін бірнеше рет түйіп көрсеттім. Осылай начинканы бір шетіне салып, осылай видеодағыдай жасасаңыздар. Әрине бірінші түйген кезде әдемі болып шықпауы мүмкін. Бірнеше рет жасағаннан кейін әдемі қызғалтақтың формасын келтіруге болады.
Түйген самсаларымызды осылай пергамент қағаз төсеп противеньге саламыз. Бетін кәдімгі жұмыртқамен жағып, егерде күнжіттарыңыз болса күнжіт салсаңыздар болады, бетіне сепсеңіздер болады. Менде күнжіт болмай қалды, сол үшін күнжіт сеппедім. Осылай барлығына жағып, күнжіттеріңізді сеуіп, қызып тұрған печкаға салып пісіріп шығасыздар. Мен 200 градуста пісірдім. Енді өздеріңіздің духовкаларыңызға қарайсыздар. Ас түсіне қойып, бірден солай пісіріп шығамыз. Мінекей самсаларымыз дайын болды. Қамыры өте жұмсақ, кәдімгі песочный болып шығады. Өйткені бұл қамыры песочный болып дайындалғандықтан песочный болып шығады. Ішіндегі начинкасы да өте ерекше дәмді. Картошкамен негізі әдемі болып шығады. Самсаны жасап көрсеңіздер болады. Құр картошкамен қандай болуы мүмкін деп ойлайды ғой көбісі, бірақ негізі дәмді болып шығады. Менің балдарыма барлығына ұнады. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Егер ұнап жатса, пікірлеріңізді қалдырып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.